Что нету этой. И одна осталась. Да, они давно же комиссия из-за того, что оплата была пойдет. Да, сегодня реально пойдет. А, я вам говорю, я свои жалобы какие-то поставили. Если да, да, нет, пока учетта трафик. Жайлы кыргызча, Ералиев работает. Она да. Жақ комиссия отырысына қатысушылар, Орталық облыстық мәслихаты жөнелтіне сәйкес ағымдағы жылдың 19 желтоқсанда кезекті 30-шы сессия өтеді. Бүгін тұрақты комиссияның отырысына сол сессияға дайындық ретінде ұйымдастырылып отыр. Осыған байланысты бүгін тұрақты комиссияның отырысына жиналып отырмыз. Комиссияға 26 депутаттан 14 депутат залда қатысып отыр, 3 депутат бейне байланыс арқылы қатысып отыр. 9 депутат билік себептерінен қатыса алмайды. Және облыс әкімі орынбасары бары, аппарат басшысы, басқарма басшылары, қала аудан әкімдері. Бүгін отырыс күн тәртібіндегі бойынша 12 сұрақ қаралады. Күн тәртібі қолдарыңызда бар. Сол себептен бірінші сұраққа қарауға көшейік. 2026-28 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы сөз Орталық облыстық экономика басқармасының басшысы Нұрлан Ерболатұлы Абдукалимовке беріледі. Құрметті Лаура Абдуллинова, құрметті тұрақты комиссия отырысының мүшелері, 2026-28 жылдарға арналған облыстық бюджет жобасы әлеуметтік даму болжамы негізінде кодексіне сәйкес әзірленді. Жаңа бюджет кодексі мен жаңа салық кодексіне сәйкес ұлттық экономика министрлігінен Орталық бюджетінің кірістері келесідей көлемде шешілді. 2026 жылға 143 миллиард теңге, 2027 жылға 161 миллиард теңге, 2028 жылға 184 миллиард теңге. Облыстық бюджетке түсімдері көлемі келесідей көлемде бекітілген. 2026 жылға 153 миллиард теңге, 2027 жылға 167 миллиард теңге, 2028 жылға 217 миллиард теңге. Оның ішінде меншікті кірістер 2026 жылға 55 миллиард теңге, 2027 жылға 63 миллиард теңге, 2028 жылға 72 миллиард теңге көлемінде есептелген. Бюджеттің кіріс бөлігі өткен кезеңдегі кірістер түсімдерінің динамикасына, ең төменгі есептік көрсеткіштің ұлғаюына, бюджет саласының қызметкерлеріне еңбекақының артуына сүйене отырып есептелді. Кірістер бойынша болжам Орталық облысының мемлекеттік кірістер департаментімен келісілді. 2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджетке аудандардың облыстық маңызы бар қалалардың бюджеттеріне бөлу нормативтері келесідей мөлшерлерде белгіленген. Корпоратив табыс салығы Жезқазған, Қаражал, Сатпаев қалалары мен Жаңаарқа Ұлытау аудандарында 100%.
төлем көзінен салық салынатын табыстардан осы салатын жеке табыс салығы жинақтардан қаражат сақтар қалалары мен жаңарқа аудандарында 100%-дан, шетел азаматтарының төлем көзінен салынбайтын табыстарынан жезқазған, қаражат, сәтбаев қалалары, жаңарқа аудандары 100%-дан. Әлеуметтік салық облыстық бюджетке 100%. Өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына және оның инфрақұрылымын дамытуға жер қойнауын пайдаланушылардың есептеулері бойынша облыстық бюджетке 100%. Бұдан басқа облыстық бюджет түсімдерінде жалпы сипаттағы трансферттер ескерілген. Жоғары тұрған бюджеттерден 2026 жылға арналған субвенция 60 миллиард теңге, 2027 жылға 68 миллиард теңге, 2028 жылға 108 миллиард теңге. 2026 жылға арналған облыстық бюджетке аудандар, облыстық маңызы бар қалалар бюджеттерінен бюджеттік алып қоюлардың көлемі 29 миллиард теңге сомасында, оның ішінде Жезқазған қаласы 24 миллиард теңге, Сәтбаев қаласы 3 миллиард теңге, Ұлытау ауданы 904 миллион теңге. Сонымен қатар төмен тұрған бюджеттерден келетін несиені өтеу бойынша 8 миллиард теңге көлемінде сома ескерілген. 3 жылдық кезеңге арналған облыстық бюджет жобасының шығыс бөлігі келесідей бөлімдерінде айқындалған. 2026 жылға 153 миллиард теңге, 2027 жылға 167 миллиард теңге, 2028 жылға 217 миллиард теңге. Облыстық бюджеттен аудандар, облыстық маңызы бар қалалар бюджеттеріне берілетін субвенциялар көлемі 2 миллиард теңге сомасында, оның ішінде Қаражал қаласы 1 миллиард теңге, Жаңарқа ауданы 842 миллион теңге. Ағымдағы бюджет 113 миллиард теңге, күрделі шығыстар 12 миллиард теңге, даму бюджеті 28 миллиард теңге құрады. Облыстың жергілікті атқарушы органның резерві 2026 жылға 1 миллиард теңге, 2027 жылға 3 миллиард теңге, 2028 жылға 5 миллиард теңге. Облыстық бюджеттің әлеуметтік бағыттылығы сақталды. Әлеуметтік салаға арналған шығыстар 79,8 миллиард теңгенің немесе облыстық бюджеттің 51,9%-ын құрады. Олардың негізгі үлесі білім беруді қаржыландыруға тиесілі. Бұл әлеуметтік салаға арналған шығыстардың жалпы көлемінің 73,4%-ын немесе 58,6 миллиард теңгені құрайды. Төтенше жағдай және облыс аумағында қорғанысты, қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 6,9 миллиард теңге бағытталады. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бойынша іс-шараларға арналған шығыстар 13,1 миллиард теңгені, көлік инфрақұрылымын дамытуға 6,8 миллиард теңгені, құрылыс саласына 12 миллиард теңге бағытталған. Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары, ветеринария және қоршаған ортаны қорғау және жануарлар дүниесі саласындағы іс-шараларға 8,6 миллиард теңге қарастырылған. Кәсіпкерлік қызметті қолдауға шамамен 1,1 миллиард теңге көзделген. Сонымен қатар осы 2026-28 жылдарға арналған бюджет шешімінде 2026-28 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңының іске асыруға сәйкес қосымша 2026 жылда 5,6 миллиард теңге даму трансферттері, 1,8 миллиард теңге ағымдағы трансферттер, 5,5 миллиард теңге облыстық бюджеттерге кредит беру сомалар, 2027 жылға 15,1 миллиард теңге даму трансферттері бойынша сомалары есепке алынды. Жалпы сипаттағы трансферттер, даму және ағымдағы трансферттер мен бюджеттік несиелерді ескере отырып, 2026 жылға арналған бюджет жобасы 166 миллиард теңге көлемінде белгіленді. Баяндама аяқталды. Рахмет, Нұрлан. Құрметті әріптестер, баяндамашы сұрақтар бар ма?
Бірақ жоқ па? Жақтарыңыз сіздерге электрондық пошталарына бәріңізге жібердік қой. Таныстыңыздар ма? Енді ол жерде бір не бар болған, қазір өзгерістер кіргізіп жатырмыз. Қазір міне окончательный вариант берілді ме? Сұрақтарыңыз жоқ болса, менде сұрақ Нұрлан Ерболатұлы. Так. Өткенде біз сіздерге айтып едік, сайлау жөнінде. Қалдыратын болдыңыздар ма бұл қаражатты? Қалдырып, өйткені ол трансферт общего характерімен келді. Ол в законе о ТОК уже утвержден. Мы его должны соблюдать. Как с ним, вот мы сразу это берем. Это наш областной бюджет, да? Это токи. Именно Это топ. 6 миллиардов миллиард. Так. Оны қашан көрейік, что отырамыз? Енді заңға өзгерістер енгізген соң біз де өзгереміз бюджет. Жақсы, 200 миллионов приобретения служебных квартир. На что, кому покупать? Ну, это для социальных работников и для... Не, вы давайте так. Мы же договорились, вы мне должны конкретно сказать. Для работников здравоохранения сколько квартир? Разбить, да? Сколько? Да. Жақсы, Владимир біз енді тек қана денсаулық сақтау саласында емес, мұғалімдерге де беруіміз мүмкін. Хорошо. Ол себептен вы в общем ищете приобретение служебных квартир. Кімге сатып отырсыз? В общем, бюджетті мекемеде қызмет істейтін кісілерге, в том числе здравоохранение, образование, и может быть. Денсаулық сақтау басқармасында біз подъемный беріп жатырмыз, дәрігерлер ұстап алмайды. Сол себептен нақты дәрігерлерге пакет. Қанша пакет бересіңдер? Мұғалімдерге қанша пакет бересіңдер? Соны нақты жазып беріңіздер. Жақсы. Так, здравоохранение. Вопрос. Сколько у вас потребность в скорой помощи на сегодняшний день? Громче. 10 машин. Сколько? 10. Наличие сколько у вас на балансе? У нас на балансе сейчас всего в областной станции 32 машины. Из них 6 машин у нас отданы города районы, и оставшихся машин у нас еще 10 машин подлежат списанию. По городу сколько машин должно ходить в смену? У нас должно быть 10 бригад, фактически. Должно быть 10 бригад скорой помощи. Фактически сейчас 7. 7 бригад. Сатпаеве. В Сатпаеве должно быть 7 бригад, 7-8 допустимо, а фактически 6. Состояние машин. Ну, у нас из свежих автомобилей только Северо в 23 году, там 5 машин. Все остальные машины 20-22 года, есть еще автомобили 17. Но учитывая, нагрузка большая? Ну, особенно в эпид-сезон, в сутки бывает до 300-350. Значит, вопрос такой дальше. Чем отличается реанимобиль от просто скорой помощи? Есть разница или нет? Вообще нет, это один вид транспорта. Один. Реанимобиль мы называем машины категории С. А обычную скорую помощь это наши машины категории В. Это и то, и другое, это скорая помощь. Одна тут. Так, марка машин какую приобретаете? Ну, у нас сейчас есть два коммерческих предложения. Одно коммерческое это от Жака. Жаки. Джак? Жак, да. Так. У них коммерческое предложение на 59 миллионов с копейками. И также альтернативы есть Hyundai Starring. Но они выходят чуть подороже. Они сколько стоят? По 63 миллиона. Ну и скупой платит 20. Купим китайский джак,
Какой Ну, лучше? сейчас, да, у нас в автопарке шаги, и вот мы приобрели А мы два отечественное производство не они, да, знаем. отечественные. Мы приобрели вот в этом году две машины, которые за 75 миллионов, они идут Hyundai. Конечно, у них качество намного лучше. Значит так, Нурлан Григорьевич, мы закладываем 7, увеличили до 3, да еще 3 10. Вы видите потребность? Можешь снимать он с дороги, часть снимите его, которой не хватает. Молчбай, вот эту часть можно снять оттуда. Они одним лотом, чтобы разыграли. Слушай, вот везде, в Инстаграм, везде смотрим, в областях по 100 машин покупают, непонятно. Мы для скорой помощи хотя бы 10 машин можно купить? Это социальный вопрос в первую очередь. Ну, мы думали просто его при уточнении, сейчас пока на 7 дать. Ну, при уточнении, если ты сейчас деньги дашь, Разгазал, потребность сколько? 10. У нас Входит сколько? сейчас на 2 города 10 машин. потребность 10 машин у них. Ну да, с учетом, что еще не все списаны. Нет, вы сейчас сказали, вот, по году же Газган. Нет, именно нормативно, какое в сутки должно выступать на линии 10 машин. А сколько сейчас? Фактически у нас выступает 7. 7, 3 не хватает. 3 не хватает человека. Это у нас нет запасных автомобилей. Если у нас сломается одна машина, у нас значит выйдет на линию. Ну, 6. хорошо, резервная одна машина. По 4, давайте пожалуйста. По Сапфаю сколько? По Запайку у нас фактически одной не хватает. Тогда Игорь Иванович, уже пока 7 же хватает. Игорь Иванович, день рождения жағдайлар көрдіңдер? Что вы, ну, Вот давай, чтобы этот лишних вопросов не задавали, вы на экскурсию сводите, Игорь Иванович, покажите скорую помощь состояние. Она вам не то, что ауру, салону плюс Те машины, которые есть на линии, тоже Ищите. Значит, 10 плюс 3, Виктория Александровна. А больница что решили? по больницам мы в основном на больнице, поликлинику города Жестокан полностью выделили на капитальный ремонт. Затем 700 миллионов на начало ремонта город Скрипаль. И 580 миллионов на обустройство на продолжение. Не, ну мы так и оставляем. Областная больница. Да. Плюс поликлиника. Поликлиники двух городов. А? Поликлиники двух городов. Там Скрипаль. С учетом того, что у них есть всегда Так, областная больница у нас может так скажем, круглогодичный ремонт делать, так? Да. Мы там всего миллиард закладываем. Да. Они на этот год сколько было заложено? Также миллиард. А? Также миллиард. Миллиард уже, Да. да? Ну до конца года они осваивают? Да, у них осталось население 240. Или вы им сейчас должны? Задолженность есть у вас перед ними? Нет, вот на последнем уточнении 500 миллионов. Оттуда мы уже им 260 оплатили, осталось 240. Они- Так, ладно, хорошо. Вот этот ремонт у нас получается на 4 года уйдем. На 3. Ну, если финансирование будет полностью. Ну, там общая проектная стоимость 4,5 миллиарда. А? Да. Ну, в этом году миллиард, еще 3,5. Если следующий год только миллиард, и 2,5 миллиарда он за один год не освоит. По договору окончания ремонта 27 год. Да. То есть здесь надо учитывать, что при уточнении, Виктория Александровна, надо добавлять. Мы на следующей неделе посетим, обеспечить подрядчика. Там уже Посмотрим, письма с ней договорилась. Капремонт здания, это в Сатпаеве, да? Да. На проектной ПСД на какую сумму? Именно А? поликлиника проектная стоимость 24. Нет, не поликлиника, а вот это, ОСП. По 100. Во 100 тоже двухгодичный. Тоже двухгодично в этом году. А поликлиника Жестокан У них 463 миллиона общая стоимость.
458? 63. Ну, 458, ладно, экономия будет, здание пустует. Да, у нас там только администрация. Можно ремонтировать. Хорошо. Так, по машинам мы вам решим, по этим ремонтам есть у вас? Остальные вопросы есть? Что по подготовке персонала? Вы так и ничего не сделали, не дали нам. Именно бакалавриат? Именно обучение в медицинских учреждениях наших студентов, выпускников школ. Ну вот именно по бакалавриату мы не дали, потому что у нас республика покрывает нашу потребность. Я вот не могу вас понять одно. То у вас кадров не хватает, то вам подъемные нужны, то вам квартиры нужны. Теперь мы вам предлагаем за счет бюджета области, нам какая разница, 180 миллионов мы подъемные даем, еще по 10, по 2, 15 квартир должны покупать. Или мы свои карты будем учить, и здесь они будут работать. Уважаемый президент, у них и так идут целевые гранты. То есть им выдается от республики целевой грант именно на вашу область. Поэтому, если, например, взять в 2024 году на область Улутау давали всего лишь 6 целевых грантов. В этом году республика подняла это количество до 100 грантов. До сколько? До 100 грантов. И мы Да. даже в резидентуре у нас получается 130 грантов они дали чисто на нашу область. И дальше эти резиденты должны быть обязаны отрабатывать уже у нас. В прошлом году ситуация вообще была кардинально другая. Там было всего лишь 6 грантов, и поэтому мы не могли к себе резидентов привлечь. У них не было перед нами никаких обязательств. А здесь у них обязательства не только перед нами, но и перед республикой. Хорошо, ладно. Присаживайтесь. Образование. Виктория Александровна, ситуацию можно подскажите по образованию? Но по управлению образования ситуация также остается без изменения. То есть та сумма, которая вот сейчас в проекте бюджета представлена, здесь изменения только увеличены расходы по капитальным ремонтам. То, что касается по содержанию учреждения образования, подушевое содержание, дополнительное образование и так далее, это все еще до конца не приведено в соответствие. То есть, да, отработали с учреждениями есть, но как такового свода нет. Сейчас должны отработать управление образованием. На сегодняшний день само управление образованием не защитили по своему управлению. Колледжи отрабатывают, завершают свою работу. И все, и сейчас только делать и обозначить сумму к дополнительной потребности. Так, вы мне можете со 100% уверенностью сказать, что мы при следующих уточнениях не будем просить деньги на заработную плату, на покрытие коммунальных расходов и на питание детей? Если мы сейчас вот то, что отработали, предусмотрим в бюджете, то тогда да, без уточнения в течение года. У вас, как я вас просил, все подписи заведующих горрайона есть по зарплате, вот, питание и коммунальное. Остальное там по ходу будем разбирать. Да, Так? да. Ну, не все, они сейчас дорабатывают, когда завершат, да. И уже Хорошо. это все, эти данные Мы имеется в виду, завтра будем уже бюджет принимать, это опять сколько времени нам доработать надо? Ну, все дело в управлении образованием. Мы могли бы сегодня до обеда завершить, но руководство не отпустило специалиста. Пока вопрос вот такой вот должен. Айгуль Дурхановна, это вам надо или нам надо? Ближе микрофон. К себе, да, поближе сделайте. Дело в том, что до обеда были колледжи, и мы уже то, что до этого были замечания, учли, с экономикой отработали, экономику перенаправили. Ну, И, здесь в принципе, там получается у нас нет, все замечания, которые все равно были учтены. Единственное, сам аппарат остался, сам аппарат, я думаю, сегодня до конца дня доработает. Потому что, например, по сегодня до обеда все колледжи будут.
Нет, все колледжи есть, но тут их дополнительной потребности нет. Понимаете, мы же должны сейчас вывести и поставить 100%. Им сейчас в связи с тем, что в ТОХах сейчас учтены стипендии, которые раньше были нам предусмотрены из республиканского бюджета, повышение заработной платы, всего этого здесь нет. И это нужно дополнительно. Я уже повторялась неоднократно, что подушевой доход Сатпаеву, ой, подушевой заказ Сатпаеву нужна сумма, Жесказгану. Этих сумм здесь нет. Потом я даже, можно я скажу? Значит так, По шестой программе, смотрю, по шестой программе питания на старом уровне стоит, потому что это Турецкому лицею. Они уже поменяли данные, это все уже согласовано было. Прошу прощения, видимо, еще экономика не успела освежить, потому что мы их отработали. Сегодня до обеда мы как-то все ваши замечания учитывали. Возможно, к вам что не попало. Но мы все эти учли замечания. Можно С ли? учетом бонусов минус. По образованию, там вот по расчетам, получается, комиссии, там дополнительно свыше 2 миллиардов требуется. Сейчас свободных денег нету на это направлять. Давайте, когда свободные остатки выйдут, при уточнении рассмотрим и посадим эти. И как раз будет время уже более четко, правильно посчитать. это на март месяц ждать надо, да? будет? Уже Кудинович, Ну, конец февраля. такая постановка вопроса не пойдет, потому что, во-первых, комиссия заключения СВ не давала. Председателем комиссии являюсь я. То, что управление образования представило, оно со мной не согласовано. Во-вторых, о том, что вы говорите, мы говорим о первоочередных расходах. Заработная плата, стипендия на то, что у вас деньги не предусмотрены. У вас даже трансферты общего характера не распределены по целевому, то есть в полном объеме стипендия не заложена. Мы вот о чем говорим. Хорошо, я Поэтому понял. я считаю, что это нужно предусмотреть в полном объеме, а другие расходы, которые требуют, ну, второстепенного, например, рассмотрения, они могут подождать до уточнения. Ну хорошо, тогда в рамках вот этих 58 миллиардов надо перераспределить по образованию. Так они Нет, уже распределены. Нет, вы учитываете все замечания, в эти 58 в рамки не входим. Единственное, у нас хватает только вот этих два Мы опять на одни и те же грабли наступаем. Опять идем назад, что 23-й год, что 24-й, что 25-й. И вот на 26-й мы тот же самый непонятным бюджетом заходим. Именно в системе образования. Поэтому вы у себя разберитесь до конца. Хорошо? Принято. А? Принято. Вот давайте. Значит, по школам. Құрметті әріптестер, биыл бастаған капремонттарды келесі жылы бәрін бітіреміз, соған қаражат бөлініп отыр. Келесі жылы әлеуметтік және мектеп балабақшаларға өздеріңіз көріп отырсыздар, 6 миллиард 627 миллион. Ол жаңағы 4-ші мектеп келесі жылы полностью бітіруіміз керек. 8-ші мектеп, 30-ші мектеп Жайрем қаласында, Жайрем поселкесындағы, Жезқазғандағы 26-ші мектеп, 2 колледж бар, музыкальный колледж, соның бәрін 100% бітіруіміз керек келесі жылы. Соған қаражат қазір 100% салынып отыр. Бітеді. Қосымша 3 балабақшаға қаражат бөлініп отыр. Бұл Жезқазған қаласында Қаншайым балабақшасы, Арман балабақшасы, Бабөбек. 3 балабақша Жезқазған қаласында. Жылдың аяғына дейін Айгүл Төреханқызы, сіз бізге дағы 3 балабақшаға ПСД-сін уәде бергенсіз, осы жылдың аяғында экспертизасын бірге береміз деп. Оны келесі жылға мына балабақшаларды ремонттап біткеннен кейін анау үшеуін бастауымыз керек. Ол жол картасында біздің өзіміздің облыстық мәслихаттың жол картасы бар, сол бойынша біз істеуіміз керек. Түсіндіңіз бе? Сосын келесі жылы мектептердің реновациясы. 6 мектеп бар, келесі жылға бізде 5 мектеп облыс бойынша. Соны бастауымыз керек. Ол қалада 2 жылдық болып кетті. Вы на 13-ю школу, 13 мектептік келесі жылға 1 миллиард
306 миллион полностью коюп отырмыз да. Да. 13 мектеп. Тоғыз швартындағы, оны да енді көрдіңіздер. Мен қорқам, игересіздер ме, бұны игермейсіздер ме? Игереміз өйткені негізі ол ескі мектеп қой, оның ішінде ескі мектеп күрделі жұмысқа қойылып жатыр. Сосын ол мектеп өзі екі ғимараттан тұрады ғой. Біз ол мектепті ертерек бұзып көреміз. Жақсы. Так, экология. Сіз бюджетте жаңағы өткенде критика, біздің критикадан кейін 54 миллион қойып отырсыздар. Жаңағы 8 апа неге? Ответ видео, датчик. Келесі, оны жақсы қаражат бөлінген күндерде не істейсіздер ал? Дальше, какой механизм пошаговый? Он өзі 60 миллион тұрады, 3 жыл бойы тұр құтөке. Келесі жыл 54 миллион оны жаңағы стандартизация өткізесіздер. Сосын не істейсіңдер ол? Какой механизм? Департамент экологии. А где департамент экологии? Шақырген жоқ па? Жоқ, ол шақырған жоқ. Департамент экологии жұмысы. Біздің датчиктер арқылы да көрсеткіштер бойынша жаңағы Ертең сессияға шақырыңдар. зиян шындылар бойынша. Біздің хат арқылы бұлар проверка ашып, жаңағы шыққан нені сапасы тексеру жүргізіліп есептеп отырмыз. Пусть он подтвердит его слова, завтра пригласите. Ертең протокол етпесін ол қайтадан жаңағы. 54 миллион болса да әжептәуір қаражат. Бұл кісілердің құқығы жоқ оны тексеретін. Құқық соларда тексеру мәселесі бар. Ешкім оны пайдаланғанда жоқ. Так, цифровизация. Еще не шештіңіздер. Білім саласымен. У нас на ЦОЛ предусмотрено 187 миллионов. А? На ЦОЛ предусмотрено 187 миллионов. На что? 100 видеонаблюдения. 100? 87. 187, так? Да, мы сейчас снимем, отдадим цифровизацию. Цифровизация. Да. А пока Вы уже номер был отчисляли здесь? Еще нет. здесь они еще не сняты. Не, ну вы сегодня вы должны корректировать. Да, сегодня корректируем, доработаем. И они объяснить. Есеп бойынша қазір ол жерде жаңа кеше айтылған 258 миллион. Тағы сверите әлі сіздермен екі жақта. Где, пожалуйста? Через где? Через прошлый выехал в Каражал там. Кроме него, найди по остальные где. Замы, помы, где у него? Негізі жаңағы шығыс сайлауын бекіткен болатын, аяқ астынан шықты. Так, не знаю, әріптестер, сіздерге түсінікті болу үшін бізде әр мектепте өкінішке орай мектептердегі кезінде қойылған камера бар, бүгінгі уақытта солға кіре алмайды. Себебі небірі жоқ. Не той модификация орысша айтқанда. Они не подходят. Бұл мәселені біз кезінде уақытында көтергенде ешкім вот этот был. Кстати, вот, исполняющий обязанности Жакупова Марат. Мен оған тікелей айттым, ертең істей ме сол камера бар? Бәрін қатарымызды, дәумен, қатып қалды да. 258 миллион, да? 258 ба? Далаға кеткен қаражат бұл. Айналып келгенде. Қазір ол камера бар жай. Қатты айтсам, режиссерлер ретінде, шелек ретінде висят они просто, от него толку нет. Школа. Сол себептен бәрін цифровизацияға өткізуіміз керек қазір. Енді сен өткенде ермек не алдың? 3 жылға 750 миллион ақша керек. 250 миллион жыл сайын 250 миллион. Соған келістіңдер ғой кеше. Женщина дейді. Қолдадыңыздар ма сіздер? Жоқ, оны администратормен шешіп қалды. Қашан қабылдайсың? Ертең ақшаны бекітуіміз керек қой.
Енді шешім қабылдамайсыздар ма? Оны это принимаем, посадим. Жоқ, ақшаны ауыстырады ма болды. Экономика, Иә, образование, цифровизация қояды. Сосын біз ана шешім қабылдағаннан кейін ауыстыра бересіздер ме? Жоқ, сіз сессияға дейін ауыстырамыз ғой. Сессияға дейін ауыстырыңдар оны. Сол себептен мына әріптестерім айтып отырмын, қайтадан ертең мынау цифрованы ауысады. Пожарный сигнализация бойынша сұрақ менде. Өткенде сіздерге қаражат бөлінді цифровизацияға, пожарный сигнализация бойынша. Бардық, көрдік. Енді әр мектепте, әр балабақшада, әр мемлекеттік органда пожарный сигнализация, міне тұр мынау пожарный сигнализация. Тұр ғой. На бюджетінде здание сооружения, на обслуживание тұр. Неге, а мен сіздерге неге ақша бөлеміз біз онда? Енді бұл қазіргі тұрған пожарлар обслуживание тек қана автономды түрде осының ішінде ғана. Ол ойнаса да төмендері. Мен кеше айтқан сөзім ереке, сіздер давайте бізді заблуждение кіргізбеңдер. Не вот это вот ваш дубляж, и там деньги закладывают, и сюда деньги, потом на твое, это содержание этого надо будет то же самое. Зачем нам это нужно? Бізде одан басқа да облыста проблемамыз жетіп жатыр. Мен түсінгенім ең бастысында. Сіздер істетіп алдыңыздар. Енді қазір келіп, бізге алдымыздан перед фактом ставить, что деваться некуда, надо платить. Поэтому это первый и последний раз. Договорились? Из-за того, что я 0,1, не надо звонить, он сам автоматически дает. От этого ни холода, ни жарко. На эти деньги я могу 3 скорой помощи купить. У вас вот 4-я школа, коллега. Есть вот сейчас, сиди микрофон. Пожарная сигнализация есть у вас? Да, есть, мы в прошлый раз проверяли наши сигналы. Сама пожарная сигнализация тоже есть. Теперь по камерам. Что у вас есть? Ну, по камерам, А? по камерам у нас камер нет, потому что у нас были аналоги. Вот, нету камер, да? Они к ЦОУ не подключены. Жаңа ешбір сөз болса, жаңағы өткен жол шешісін айтқан бойынша школдарды келіп тексере алмайды. Сондықтан да біздегі тұрған жаңағы датчиктар, олар қай датчиктің істейтінін анықтап береді. И тек қана обслуживающая компания, ол тек қана мысалға осы күнге өзіміздер білеміз, просто как будто обслуживать еткен сияқты болады, олар ауыстырмайды, ол тем более рекомендация да беріп. Не знаю, сендерге түрдегі ақшаны жұмсау, қалай жұмсайсыздар оны? Жақсы. Мен айтып отырмын, 4-ші мектеп күрделі жұмыстан өтіп жатыр. Живой пример. Соуға қосылмаған, камералар жоқ олар. Дороги. Так, давно. 2 миллиард 130 миллион. Строительство автомобильной дороги. Но Жошқанға баратын жол ғой? Иә. Полностью біткен ме? Келесі жыл полностью бітіреміз. Жаңағы севернау өзі Малшыбай жолы ішінде Малшыбайға Сатпаев Малшыбай. Оған реконструкция дайындап қойдық, бюджетін бәрі берген, бюджетті сонда модернизация Жоқ, сонымен осы Жошқанға баратын жол қаншама қаражат бізге? 4 миллиардқа кетті ме? Облыстан республикаға істелген. Сонда қазір 2 слой асфальт сала ма? 2 слой асфальт қазір 5 километр салып қойды, қалған Бас аяқ неше шақырым? 19-да 4. 19-да 4. Бесеуі дайын ба? Дайын. Енді 14 километр шымамайды, жай ма? Жоқ, асфальт 2 слой. Благоустройство бәрі бар осы? Благоустройство бар. Освещение бәрі. Биыл бітіреміз. Биыл емес, келесі жыл биыл біттің сен. Жақсы. Қандай сұрақтарыңыз бар, әріптестер? Пожалуйста. По управлению физической культуры и спорта. КГУ Бревля. Здесь так написано. 5 855 000.
вы предусматриваете аренду, они же переезжают в новое здание. Прошу уточнить эту сумму, уменьшить. Дальше. Мы с вами уже, когда возвращали бюджет, мы вам делали замечания по вновь вводимым объектам. Да, нет. Я хочу сказать, что эти суммы остались без изменения. Они в этом проекте бюджета есть. Кроме того, помимо заработной платы, здесь еще предусмотрены расходы на содержание вновь вводимых объектов. То есть их только построили, вы еще не ввели в эксплуатацию, но вы уже 233,6 миллионов заложили на содержание вновь вводимых объектов. Прошу эту сумму также уменьшить и направить на приобретение скорой помощи Бажанкудинщине. И теперь получается, что 400 миллионов капитальный ремонт здания. Почему по 159 специфике такой? Хоккейного спорта. 23 изначально, когда мы докладывали, корректировали, убрали количество штатных единиц, которые вы говорили. То есть на все 4 объекта сумма снизилась до 400 миллионов. 123 миллиона мы откорректировали. Нет. Вот дальше здесь, в этом буклете, который нам уже окончательный вариант представили, 233 миллиона 609 тысяч. Расходы на содержание вновь вводимых объектов. Это, я говорю, помимо заработной платы, еще заработная плата стоит. Тем не менее, вот эту сумму нужно уменьшить и направить на приобретение скорой помощи. И по капитальному ремонту. Нурлан Ебулатович. По специфике, хорошо. Да, вот посмотрите. Там эта сумма общая 685 миллионов, как КГП, ледовый туалет на ремонт. Нет, я в части того, что на другую специфику перенесли. Хорошо. 400 миллионов. По объектам спорта проводим, значит, по датам на 20 число ЖСД, брак в эксплуатации есть, вкратце идут. По ЖНК есть недоделки, газ отрабатывает, уведомление направлено в газ. После одобрения сразу будет так, как он подписан, и ввод в эксплуатацию. По Яровилу уже документы на регистрацию на техпаспорт. Единственное у нас, как вы видите, по гребню. Там до конца, до 20 числа будет завезено полностью оборудование, только вот этому будет так. Единственное, мы на Европе. Все остальные будем до. А у вас все, еще есть вопрос? Да, но при этом на содержание вновь вводимых объектов 233 миллиона. Вы их еще не ввели, вы уже ставите расходы по содержанию. Что до Нового года 3 уже на железном, 4 в начале января уже тоже получен документ из средств эксплуатации. Какие это объекты? ФОП ЖНК, ФОП Звезда, Гералиева и Гребля. 4 объекта. До Нового года вводим. Кроме гребли, мы вводим греблю в начале января. Потому что есть замечания, и сейчас полностью до комплекта оборудования будет 20. И у тебя штат уже есть, да? Есть все. То, что вы говорите, замечания давали, откорректировали. 523 миллиона, которые мы изначально подавали, мы снизили до 400. Хорошо. Так, по цифре, пожалуйста. Аяна Мухи. Мына жерде басқармасының сұрағы бар еді. Біз өткенде тұрақты комиссияда қараған болатынбыз. Біз Сартаевтағы балабақшаға 320 орын, оның тең жартысына бала кіргізе алмай отырғанбыз. Өйткені бізде мамандар болмаған. Бірақ та біз алдағы жылға балабақша салуға жоспар қойдық. Бұл мәселелерді қалай шешеміз? Бірінші. Сосын екінші мынау Орталық районына дейін общественное объединение аманат дейді. Оған қандай мекен? Оған неліктен біз ақша береміз? Вот я тоже посмотрел, почему тут общественное объединение аманат? Зачем туда деньги? Отдел образования город даже сказал. Арендуют. Аренда здания. Аманат ғимаратында. Он да сөйтіп жазыңыздар. Аренда здания. Или это специально делают? А уже делают в этом поводу замечательно. Аяна Мокс тоже. Олар жаңағы Гарано аманатты ғимаратында отыр. Соны айтам. Аманатты сөзді алып тастаңдар. Улица такая, здание такое, аренда здания.
А то видите, уже коллеги, Акжолдун әріптестеріміз шулап Я ойлап тұр, бюджеттен уже аманатты қамтамасыз жатыр. Ақжолға неге бермейді? сосын аға, сосын тағы мына жерде біздің сіз жауап бересіз ба сонымен басқасын? По детскому саду мы уже поставили вопросы перед министерством, потому что он действительно питатель, если вы слышали недавно. Не очень приятная история, потому что мы вынуждены были взять воспитателя без опыта, без категории совершенно. Ну, то есть просто один диплом. И, естественно, произошла да, получилось видео, наверное, все, да, то как раз касается, ну, действительно не хватает специалистов. Сейчас вот планируем заключить договора, у нас же выпускники идут в колледже. Вот, и мы планируем в следующем году поставить такой вопрос, чтобы трудоустройство, с учетом того, что при приеме на грант, мы будем с ними заключать договора по решению в случае, если они не будут поступать в высшее учебное заведение, то они будут обязаны не менее 5 лет отрабатывать в регионе по специальности, потому что друг другу дороже на самом деле. То есть только в этом случае мы будем это принимать. Всем добрый день. Я у нас одинаковый вопрос, уже поэтому. Я тоже как бы выписала, вот миллиард на детский сад на 280 мест, и тот же самый вопрос у меня был, да? Но теперь вы ответили. И такой вот мне теперь вопрос из этого, если вытекает. Мы как бы обязуем отработать 5 лет, да? Выпускников. Но тут же проблема идет глубже. Я по этому вопросу ходила в этот царственный кодекс со своей комиссией. И там прозвучал такой момент, что 80 тысяч получают нянечки, 160 тысяч воспитателя. Пожалуйста, увольняйте, мы за эти места не держимся. Вот эти вот оклады, зарплаты, их когда-то в каком-то году кто-то утвердил, да? И что их нельзя поменять, да? Это уже понятно, что человек на такие деньги не выживет. Мы сами, вот как областной маслихат, мы не можем ничего сделать с этим, выдвинуть предложение какое-то. Это же вообще смешная зарплата. Конечно, будет утечка кадров. И вот эти вот люди, мы на голодную, что ли, жизнь обрекаем тем, что заставляем их 5 лет отработать. Прошу прощения. Во-первых, зарплата оплачивается постановлением правительства. Ну, правильно, это что люди, да, в правительстве сидят, они как вообще рассуждают? А мы что, мы для чего сидим, если мы не можем какой-то свой проект, предложение, мы не можем идти на правительство, да, так интересно? Я могу ответить? Да, пожалуйста. Если я могу послушать. Вообще изначально, хочу полностью вам разъяснить ситуацию. Зарплата устанавливается по 11,90. В течение 3 последних лет ежегодно воспитатели поднимают зарплату, и на сегодняшний день коэффициент достиг 2,3. То есть в 2,5 раза за последние 3 года заработная плата поднялась. То есть в 2023 году на 1 раз, так скажем, в 2024, в 2025 еще на 30%. Ну, и в настоящее время мы уже неоднократно ставили вопросы от меня, потому что необходимо персонал. Это на самом деле обсуждается на сегодняшний день. Вот вице-министр приезжал в Министерство просвещения. Мы тоже задавали этот вопрос в начале ноября, была встреча с министром просвещения и с Министерством труда и соцзащиты. В настоящее время они говорят, мы разрабатываем единый проект по всей республике. И как раз таки там будет рассматриваться заработная плата в части и фискальных работников, и техперсонала, будет пересматриваться. И сейчас они проводят пилот, они Министерство труда и соцзащиты, как меня объяснили, они сейчас проводят экспертизу, потому что этот проект на уровне международного вообще разработки, они даже деньги выделены на эту разработку системы, да? Именно социальную. И нам сказали, подождите, к январю, думаем, что отлично. Спасибо. Yaxşı. Konuş başkanımız var mı? Ben daha sınavdan var. Sizde var mı da? Uzun buna başlamam. Çok şahane. Daha bizim
Қазаға аэропортқа барғанда біз неше жылдан бері айтамын. Соған қашан жөндеу болмаса Мен жауап берсем бола ма? Жоқ. Құрметті депутаттар, құрметті Аяна Мақсұтқызы, бұл путепровод бізде жоспар бойынша келесі жылы қойып отырмыз. Там техническое обследование жүргізді, смета разработана, экспертизадан неведомственный өтті, жалпы суммасы 483 миллион теңге. Онымен қатар біз анау қазір за счет внебюджетных средств Божан разрабатываем благоустройство кольцевой развязки, вот именно на кольце, потому что енді 2 жылда мына Қызылордаға баратын жолды жөнделіп бітіп қалады, сол кезде біз қалаға келген адамдарды енді андай развязкамен, андай кольцевой развязкамен қатал жасағанымыз дұрыс болмайды. Оған біз эскизники готовим, рабочий проект готовим, экспертизадан, я так думаю, до марта месяца пройдем. Сейчас Братан Андреевич помогает. За счет внебюджетных средств хотим уже в этом году приступить к благоустройству этой кольцевой. Онымен қатар енді талаптан келетін жолға мы планируем построить въездную арку. Но, скорее всего, это тоже из внебюджетных средств, это, скорее всего, уйдет у нас на 27 год. Микрофондар жүргізілсін. аха сосын мына былайша жауап айтып кетсеңіз, мынау жаңағы алпыс пәтер дедік қой Қабанбайдағы. Жылдан жылға мысалы қаншама қызметкерлердің үй жетпей, соны жөндеп бермеске неге? Біз пока жөндемейміз, тек қана құжаттарды рәсімдеп жатырмыз. Ол енді басында технический обследование өткізген Божан. Бірақ бір жыл тех обследование, ол бір жыл ғана жарамды болады. Корпорациямен келіскенбіз, что они нам разработают рабочий проект с прохождением госэкспертизы. Но при разработке проекта выяснилось, что нужна не просто техническое обследование, а нужно инструментальное техническое обследование. И мы вот сейчас инструментальное техническое обследование закончили, эти документы получили, передали корпорации Казахмыс. Они вместе с подводящими сетями сделают этот проект, потому что проект без подводящих сетей, он кредит. Жоспарда мы планируем 26 жылдың июньда, если мы проект с экспертизой получим, то тогда и на ақшаға байланысты болады. Ол әлі сіздерге балансқа тапсырылған жоқ қой? Біздің балансымызда Үйлер. біздің баланс. Сосын тағы бір сұрағым бар енді. Мынау қарадым, бірақ бір дегенім, біздің Алтынай Сәлібекова 2023 жылы уәде берген еді, Қабанбайға бір канализация. ПСД разрабатывается 4-й год. Бірақ та әлі строительствосы басталмайды. Соған жауап бересіз бе, нақты бола ма, болмайды? Осы нүктесін қояйық. Мен жауап берейін. Алмас Әлбек, негізі осының қатысында енді поверхностный, сол облыс деңгейінде қарады. Божан Қалденович, біз енді өзіңіз білесіз, мынау посттан келді, Бекболат Саев, 74-ші кварталда Казахмыстың меморандум жасалды, одан кейін ТО жасалды, одан кейін ФО жасалды на реконструкцию канализационных сетей. И сейчас в связи с изменениями предстоящими мы решили в этом году рабочий проект уже не ждать, потому что 3 года мы уже точно ждем. Мы рабочий проект разработку өзіміз приступим. Если в 26 году до конца с разделом МООС экспертизу пройдем, это охрана окружающих людей, то тогда ориентировочно на 27 год ставим реализацию строительно-монтажной работы. И для бюджета будет накладно, біз биыл 91-92 кварталдың плюс реконструкция 4 КНС, строительство 7 КНС и замену напорного коллектора. Это үлкен қаражат, это 83 миллиарда теңге. Содан кейін онымен қатар жаңағы Қабанбай Батыр ауылы, біз Қабанбай Батыр ауылын биыл тек қана канализациясын емес, біз анау Божан Қалденович, біз 23-ші жылы соңғы 200 жер учаскесін мынау для инженерно, для индивидуальных жилищных строительств беріп болғанбыз. Бізде ол жақта жер жоқ. Біз жылда қазір үкіметке қайтарып алған 50-70 жер учаскесін игерілмеген. Біз қайтадан кезекте тұрған адамдарға беріп жатырмыз. Енді биыл план детальный планировки осы декабрьдің 31-інде аяқталып болады. Ол жаңағы бас жоспардың шеңберінде. Содан кейін келесі жылы подводящие сети полностью Қабанбай Батыр ауылына, это вот за спецзоном, за зданием национальной парки, мы планируем там
для выдачи индивидуальной жилищных строений, яғни жеке 10 соток жер үй салды. Біз сол жерлер үшін жерлерді беру үшін біз жаңағы подходящий сеть, оның ішінде газ бар, су бар, канализация, содан кейін ток, и ол жаңағы Қабанбай Батыр ауылының канализациясымен бірге келеді. Это ориентировочный сеть. 26-да приступим, но там уже будет арграйка. Біз енді қарасақ, мектепте де канализация жоқ екен. Мектепте жоқ, ауылда жоқ. Ауыз суға, мысалы 24 жыл саған ауызға қауіпті келме деген қауіпіміз бар. Сондықтан халық алаңдауы, сондықтан отырған сіздерден. Жалпы 27-ге жоспарлаймыз, иә? Жақсырақ. Жақсы. Мына енді құрылыс басқармасы. Қаражал. Так, келесі жылға бізге дворец школьниковқа біз 803 миллион қаражат бөлініп. Қалғаны сіздерге 1 миллиард 280. Қалған 480 бюджеттеріңізде бар ма, саласыздар ма? Қарастырамыз, қолда келіңше бітіреміз оны. Түгелі. Қарастырамыз, қолда келіңше бітіреміз. Значит, мы как, Нурлан Ильич, как договаривались? Софинансировали? Да, софинансировали. Поэтому мы в этом году уже... Қанша бөлдік бұл дворец школьников? Өздері бөлдік, біз де бөлдік соңғы уточнениеде. Енді былай. Рамзан Мухаметович. Да. Бюджет не утверждали следующего года еще? Нет, другая, сейчас рассматриваем. Вот имейте в виду. Вообще, қашан бюджет был? Дворец школьников, қашан жоспар? 20 келесі жыл біту керек. То есть имейте в виду, ну, мы с уважением относимся к вашему активу города, помогаем, но злоупотреблять нельзя, то же самое, имейте в виду. Бюджете следующего года, вот на окончание строительства, вы именно по дворцу школьников 480 миллионов должны заложить. 803 миллиона мы с областного бюджета выделяем. И второе, вот этот хоккейный корт. То же самое, остаток 424, мы 200 миллионов с областного бюджета выделяем. Остаток 200 миллионов вы должны сами закрывать. Он так решил, где был? Я его решил. Вот смотрите. Это подорожный какого объекта? О, это объект жол картасында. Естеріңізде болсын. Сол бюджетімізді қарағанда осы екі неге қаражатты салыңыз. Дворец школьников привязку уже, как у нас Нету там. Я именно мне нужен дворец школьников. Так же? Там вот дом культуры, видите? А? Там есть дворец культуры, дом культуры, дворец культуры. Надо там предусмотреть. Это вот управление образования пусть отрабатывает с вашими Горно, с исполнительной властью Каражала. Все хорошо, понятно. Наверное, әріптестер, сұрақтарың жоқ болса, бұл мәселені бюджетті бүкіл бюджеттік басқару администрация дейміз ғой, басшылары отыр. Біз мәслихатты өздеріңізге жазғанбыз, 2-7 әрқайсыны бөлек-бөлек талқылағанбыз, өзіміздің ұсыныстарымызды бердік, қолымыздан келгенше көмекті бердік. Енді келесі жылғы бюджеттің 70%, 75-80% айтып olur. Бүкіл қаражат әлеуметтік желі үшін жұмсалды. Жаңағы біздің өзіміздің облыстың бюджеті қанша? 5 сколько у нас бюджет получается? Без трансфертов с республики. 143. А? 143. 143. Соның 58 миллиарды білім саласында, жаңағы денсаулық саласында,
Jana sport salasında qanchama qarajat o'zingiz ko'rib o'tasiz. Orta aytganda бюджет у нас социального направления. Kelesi yılda qancha мүмкіншіліктер бар, осы әлеуметтік жерге қаражат жұмсалатын болады. Сұрақтарыңыз жоқ болса, спишь, что ли? Жоқ, дұрыс істеді. Айтыңыз. Жаңағы ұсыныс болса, бізде қанша айтып жүрміз. Жаңағы подъемы туралы дейді, медиктар туралы, педагогтар туралы. Оның ішінде мәдениет саласындағы істегендерге бізде де потребность бар, бізде бар. Зарплата қыста да, жазда да, далада, суықта да мәдениет саласы қызметкерлері бірінші тұрғанда жүреді. Сондықтан бізге де осындай подъемның ішінде мәдениет саласында көрсетеміз. Я думаю, что егер жаңағы после экспедицияда 60 үйдің ішінде 10 үй мәдениет саласына берсе, ол үшін бізге үлкен Жақсы. Распределили. Жарайды. Ұсынысыңыз қабылданып қарайық онда. Оны қазір жігіттер бір жағын бітіріп алайықшы. Әріптестер. Ана жан жаққа жібере бір жағын бір нәрсені нақты қорытынды шығаруымыз керек. Негізі сол біраз мәселені шешейін. Жақсы. Онда келесі номер болату. Келесі бірінші сұрақ бойынша бітірдік. Мәселені қарастырып, екінші сұраққа қарап өтейік. Ұлытау облысы 2026-30 жылдарға арналған даму жоспары туралы. Құрметті Бозанқабденова, депутаттар, әріптестер, өңірлердің даму жоспарларын әзірлеу әдістемесіндегі негізгі өзгерістерге тоқталып, Ұлытау облысының 2026-2030 жылдарға арналған даму жоспарының жобасы бойынша баяндауға рұқсат етіңіз. Ұлытау облысының 2026-2030 жылдарға арналған жоспарының жобасы 2025 жылғы 1 желтоқсанда ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушысының номер 128 бұйрығымен бекітіліп, өзгертілген әдістемеге сәйкес әзірленді және бөлімдердің құрылымы мен мазмұнына қойылатын талаптарға сай келеді. Жаңа әдістемеге сәйкес облыстың даму жоспары мүдделі орталық мемлекеттік органдармен өңірлік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу арқылы елді мекендерге арналған өңірлік стандарттар жүйесі мен ең төменгі стандарттарды міндетті түрде қолдана отырып, әр 3 жыл сайын 5 жылдық кезеңге әзірленеді және облыстың жергілікті өкілі органы шешімімен бекітіледі. Даму жоспарының негізі болып мемлекеттің әлеуметтік экономикалық дамуының 39 көрсеткішін және тұрақты даму мақсаттарының ұлттық индикаторларын қамтитын негізгі ұлттық индикаторлар картасы табылады. Осы айдың басында үкімет аппараты негізгі ұлттық индикаторлардың жаңартылған декомпозициясын түсірді. Декомпозицияға сәйкес 2026-2030 жылдарға арналған облыстың даму жоспары 4 негізгі бағытты қамтиды және 17 негізгі ұлттық индикаторлардан 26 мақсаттық индикатордан және 50 нәтиже көрсеткішінен тұрады. Сонымен қатар облыстың даму жоспары жобасына қосымша ретінде инвестициялық жоспар енгізіледі. Онда мақсаттық индикаторларға, міндеттерге және нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін қажетті барлық іс-шаралар, жобалар көрсетілген. Облыстың инвестициялық жоспары жалпы сомасы 693,3 миллиард теңгені құрайды. 301 іс-шарадан тұрады. Сонымен бірге мемлекеттік жоспарлау жүйесіне енгізілген өзгерістерге байланысты өңірлердің әлеуметтік экономикалық даму кешенді жоспарлары аясындағы жобалар облыстардың даму жоспарларына біріктірілді. Осылайша ұлттық экономика министрлігінің келісімімен 2022-2026 жылдарға арналған облыстық кешенді жоспары
бойынша 46 аяқталмаған жоба даму жоспарына біріктірілді. Жоспарды іске асыру облыстың кешенді дамуын қамтамасыз етіп, халықтың өмір сүру сапасын арттыруға және өңірдің орта мерзімді перспективада тұрақты өсімінің негізін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Баяндама аяқталды, қаржы бекітуді сұраймын. Жақсы, әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Баяндамаушылар. Сұрақтарыңыз жоқ болса, үшінші сұраққа қарап өтейік. 2026-28 жылдарға арналған облыстық бюджет пен аудандар бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттің көлемдері туралы баяндаймыз. Қазақстан Республикасының бюджет кодексіне Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңына сәйкес аудандардың қалалардың бюджеттеріне облыстық бюджетке 2026 жылға арналған бюджеттік алып қоюлар 29 миллиард теңге сомасында, 2027 жылға 36 миллиард теңге сомасында, 2028 жылға 37 миллиард теңге сомасында бекітілді. Ал облыстық бюджеттен аудандар облыстық маңызы бар қалалар бюджеттеріне берілетін 2026 жылға арналған бюджеттік субвенциялар 2,5 миллиард теңге сомасында, 2027 жылға 1,6 миллиард теңге сомасында, 2028 жылға 1,5 миллиард теңге сомасында қарастырылды. Баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Вот в первом разделе, в первом направлении плана развития области, направление называется «Крепкий фундамент экономики». Значит, по области темп реального роста экономики в процентах относительно прошлого года у вас получается 25 год 6,3, 26 год 4,4, 4,8 идет на снижение. Тогда как на уровне республики здесь реальный рост от 5,6% до 6,7%. Вы обратите на это внимание, здесь, наверное, рост должен быть все-таки. И потом я вчера запросила проекты бюджетных программ, тогда как вы должны были вместе с проектом решения представить. И те индикаторы, конечные результаты, которые указаны в проектах бюджетных программ, они не соответствуют целевым индикаторам, которые указаны в плане. Поэтому отработайте, пусть администраторы, да. Потому что, помните, когда мы на аудите рассматривали, это было первое нарушение. Параллельно все это шло, поэтому... Все? Да. Так. Творчество получается у нас изъятие, да, городов, районов? А? Да, изъятие, и мы берем регион, даем, получается, берем изъятие, и бум даем. Понятно было, еще у вас нет вопросов? А? Нет, попробуем. Сізді? Сізден 26 миллиард қаражат алып отыр. Это амалганча можно powiedzieć. Бұл бәрі келісілген, бұл рабочий порядке отрабатывали, басқа вообще 27 миллиард болған. Енді ол ақша денсаулық саласына кетіп жатыр, ол ақша білім саласына кетіп жатыр, ол бәрібір айналып келіп, ол біздің қалаға қайтып келіп жатыр ғой. Қарсылығы жоқ енді. Режимшіңіздер болды енді. Алып қойдыңдар. Амал тауып аласыздар дейсіз ғой. Шестадан қаласынан 24 төбес. 27 болған. Жезқазған қаласынан 26 миллиард. 27 жылы 27-де 7 миллиард. 28-де 2 миллиард. 24 болды. Да, это у вас получается не обновить. Да, біз мынау өтпейтімада жұмыс істеп, 24 старый. Да, у вас Енді вот вы так работаете, откуда знаете? Вот вы масликат брали, мне как председателю масликата эти... Ну, общая сумма не меняется, просто по... 2 миллиарда. Ваш аппарат. А? Ваш аппарат не поменял. Вы сейчас договоритесь.
Я со своего аппарата сам спрошу. Почему не поменяли? Вот мне старые цифры. Предоставили? А? Не предоставили? Журналисты бар mı? Только своим предоставили. Анау, өлер бала молаға жүріп сөйлейтін қазір өліп таяқ жесе ғой. Это же не коллега. Видишь, можно? Сұрақтары жоқ болса, төртінші сұраққа қарау көшейік. Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданы бірқатар елді мекендерін тарату туралы Нұрлан сөз. Құрметті Маржан Қасенова, құрметті депутаттар, Жаңаарқа мен Ұлытау аудандарының кейбір елді мекендерін таратудың негізгі себептері мен қажеттілігі бойынша баяндауға рұқсат етіңіз. Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылысы туралы заңына сәйкес елді мекен Қазақстан Республикасы аумағының халық жинақты орналасқан. Халық саны кемінде 50 адам болатын азаматтардың шаруашылық және басқа қоғамдық қызметі нәтижесінде қалыптасқан. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен есепке алынған және тіркелген әрі жергілікті өкілді және атқарушы органдар басқаратын бір бөлігі. Халқының саны 50 адамнан аз шаруа қоныстары мен өзге де қоныстар ең жақын маңдағы елді мекеннің құрамына енгізіледі. Бұл ретте облысымызда халқының саны 50 адамнан аз 17 елді мекен анықталды. Оның 11-і Жаңаарқа ауданында және 6 елді мекен Ұлытау ауданында. Атап айтқанда Жаңаарқа ауданында Қылыш, Айша. Жақсы оны нетпей-ақ қойды. Несі бар ғой бізде? Әріптестер бар ғой қолдарыңызда? Бар болса, Жаңаарқа ауданында, Қанат Шубаев. Сіздер мына ауыл мекендерде халықпен кездестіңіздер ме? Айта беріңіз. Bir oldu, bir oldu dese, son yüzünde şaran oldu. Olanın vermeyi kesildi, hakkımaları var, halk karşıyız. Енді халық қарсымыз тұрса болды. Ұлытау ауданы. Ұлытау ауданы бойынша 4 елді мекен 8 ауыл округ барлығымен сөйлесіліп, 6 ауыл округ барлығымен сөйлесіліп, хаттама жасалды. Ешкім қарсы емес. Жаңағындай Жаңаарқа ауданы сияқты бізде де 1-2 орналасқан жерлер. Анау Нұран болады. Ұлытау ауданының шықты ма несі? Құжаты? Шықты. Кеше шықты. Заңдастырдыңдар бұл? Заңдастырдық. Жақсы, сұрақтары жоқ па, әріптестер? Жоқ болса, 6-шы сұраққа қарауды көшейік. Ұлытау облысы бюджеттік комиссиясы құрамын бекіту туралы. Кадрлық ауысымдарға байланысты комиссия құрамынан шығарылуда Бижанов Тимур Алиханович, Ұлытау облысының құрылыс сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы комиссия мүшесі ретінде. Комиссия құрамына енгізілуде Алматы Қинат Ұлытау облысының құрылыс сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы комиссия мүшесі ретінде. Сұрақтарыңыз бар ма? Біздің облыстық мәслихаттан 3 депутат бар, иә? Жақсы. Так, мына енді Нұрлан болады, мана айтқан өтініштерді ретке келтіріңіздер, бірінші сұрақ бойынша. Жақсы ма? Осы ертең уже сессияда дауыс береміз. Рахмет, отыра беріңіз. Так, 7-ші сұрақ. Ұлытау облысы Ержан Сыртбаев және Қаражал қалаларындағы бағалау аймақтарының шекараларын және жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттерін белгілеу туралы Саукимов мырза, Алматы мырза.
құрметті Сауran Көзенұлы, құрметті депутаттар, алдағы сессия аясында сіздердің назарларыңызға ұлттық ұйымдастырылған сатпай және қаржылық қалалардың аумақтарын барлық аймақтарға бөлу схемасы бекітілді туралы баян шығып өтіңіздер. Қазіргі қолданыстағы жүрген бағалық аймақтарға бөлу схемасы 2016 жылы 17 желтоқсанда Қарағанды облысының мәслихатының 6 сессиясында нөмір 140 шешімімен бекітілген болатын. Бұл схема жер учаскелерінің кадастрлық барлау есептеу кезінде олардың салыстырмалы қала құрылыс анықталысына қолданылған. Алайда сол уақытта бері әкімшілік аймақта әлеуметтік экономикалық даму деңгейінде және қалалардың жоспарлауында елеулі өзгерістер болды. Сондықтан қазіргі жағдайға сәйкес келетін жаңартылған бағалық аймақтық бөлу схемасын әзірлеп бекіту қажет болып отыр. Бұл өзгерістердің негізгі себептері Ұлытау облысының құрылуы, Жезқазған, Сатпай және Қаражал қалаларының әлеуметтік экономикалық дамуы, қалалардың жаңа басқармалардың бекітілуі, жер учаскелері үшін төлемақы мөлшерлерінің өзгеруі. Осы жағдайларды ескере отырып, келісімшарттар атқарылды, бағалық аймақтардың шекаралары жаңартылды, жер салыстырмалы егу факторлары қайта атқарылды, төлемақы мөлшерлемелерінде қолданылатын түзету коэффициенттері қайта есептелді. Жаңа схема әзірлеу барысында төмендегі маңызды факторлар ескерілді. Жер учаскесінің орналасқан орны, инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылымның деңгейі, аумақтық экологиялық жағдай, жер бедерінің геотехникалық ерекшеліктер, мәдени және тұрмыстық қызмет нысандарының жақындығы. Жаңа бағалық аймақтарға бөлу схемасы жаңартылған бағалық аймақтардың шекаралары және сәйкес қала құрылыстарының тұтынушылық коэффициенттерін қамтиды. Бұл жер учаскелерінің кадастрлық құны әділ және нақты есептеуге мүмкіндік береді. Жер қатынастарының жүйелеу есептеулердің ашықтығын қамтамасыз ету және нормативтік базаны қазіргі талаптарға сәйкестендіру мақсатында мақсаттық құқықтарын Ұлытау облысының Жезқазған, Сатпай және Қаражал қалаларының аумақтарын бағалау аймақтарға бөлу схемасы деп қолдауды сұраймыз. Болдыңыз ба? Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Сұрақтарыңыз жоқ болса, ертең дауысқа саламын. Алматы Мырзақұлы береді. 8-ші сұраққа көшейік. Ұлытау облысы бойынша ауыз суды беру жөніндегі қызметтердің құны субсидияларға жататын сумен жабдықтау жүйелерін берілген ауыз судың 1 текше метріне төлемақы мөлшерін бекіту туралы сөз Ұлытау облысы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Алмаз Әбдікұлы Жандарбеков. Құрметті Бауыржан Қабдешұлы, құрметті депутаттар, Қазақстан Республикасы су кодексі 27-ші бабының 2-ші тармақшасына сәйкес жергілікті атқарушы органдар субсидиялауға жататын сумен жабдықтау жүйелерінің тізбесіне енгізілген ауыз судың 1 текше метр үшін төлемақы мөлшерін әзірлейді. Осыған орай сіздердің алдарыңызда шешім мөлшерінің жобасын ұсынып отырмыз. Бұл шешім ауыз сумен жабдықтау жүйелерінің халыққа берілген ауыз суды 1 текше метр төлемақысын есептеу үшін арнайы бекітілген министрліктен. Бұл жерде республикалық маңызы 20 қаланың табиғи монополиялық негізгі субъекттері бойынша олардың орташа тарифтерін бекітіледі. Соның орташа тарифтерін анықталады. Республика бойынша ауыз су бойынша орташа тариф 96,26 теңге болып тұр. Ал біздің облыс бойынша 7 кәсіпорын бар бізде су беретін. Облыс бойынша соның ішінде олардың орташа тарифі 85,83 теңге болып тұр. Соның орташа тарифі 91-дан 140 теңге бекітілді. Халыққа осы шешім жобасын қолданамыз. Бізде бұл жерде Жезқазған, Сатпай және облысы бойынша 3 елді мекенге субсидиялауға халыққа ауыз судың тарифін. Бізде жаңа қаланы Бұл халыққа төленетін ақша ма, Алмаз Әбдікұлы? халыққа төленеді. Халық төлейді. Мораторий емес пе? Повышение. Біз бюджеттен төлейміз бана. Субсидия ғой, иә? Ал 2 ПТВ-ге сосын және болашаққа субсидия төлейміз. Бұл тариф антимонополиялық комитет мысалы Жезқазған тарифін 160 теңге берсе, 90 теңгесін алып тастап қаламыз. Жақсы. Берсе, оның 91 ғана халыққа төлейді, Алған субсидия. Бізде жаңағы 160 теңге алып отыр, соның жарысын субсидия отырмыз. Субсидия бүкіл тұрғындар ала ма сонда? Тұрғын алып. 19 мың халықтың бәрі алып отыр.
Кыздар бізге бюджетке қандай сома нагрузка түседі? Қазір бұл жаңа қабылдау бойынша бізде 30 миллиондай жылына. Жаңаққа 30 миллион алу Жылына. годовойда. Так. Енді жезқазған сатпай жайден болсақ жасамаймыз. Наша болады. Жақсы. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса отыра беріңіз. Так, келесі 9-шы сұрақ. Ұлттық облысы мәслихатының төрағасы 2025 жылы атқарылған жұмысы жөніндегі есебі туралы құрметті әріптестер, яғни менің есебім. Так. Есеп бар ма менің есебім сіздерде? Оқыдыңыздар ма? Аяна мақтыз оқыдыңыз ба? Оқиын ба? Оқып бер десеңдер оқып беремін. Отырасыңдар 2 сағат деп. Оқы десеңдер оқы, мен проблема жоқ. Дауысқа саламыз ба? Отчет перед депутатами. Да, перед депутатами, но не перед исполнительной властью. Я подумала, что перед исполнителем. Поэтому мы можем остаться, халық, байдың балаларына жібек, сосын өзімді қалып, мен сіздерге оқып беремін. Жақсы. 10-шы сұрақ. Ұлттық облыстық мәслихаты 2026 жылға арналған жұмыс жоспары туралы сөз Ұлттық облыстық мәслихатының аппарат басшысы Дәурен Абдымұталапұлы. Так, ол мәселеде сіздерде бар ғой? Жұмыс жоспары. Уақытымызды алмай, қосатындарыңыз бар ма? Үйінде қатып қалған еш нәрсе жоқ. 26 жылға жұмыс жоспары. Қосам дейтіндеріңіз болса, қандай сұрақтарыңыз бар, соны қосайық. Оны былай қарасаңыздар, келесі жылда да қосуға болады. Солай емес пе? Әр сессия өткізгенде қосымша сұрақтарыңыз болса айтасыздар. Жақсы ма? Келесі сұрақ. Ұлттық облыстық мәслихатының аппарат мемлекеттік мекемесі 26 жылға арналған қаржыландыру жоспарын бекіту туралы. Енді бұл мәселеде сіздерде құжаттарыңызда бар. 26 жылға бюджет, біздің мәслихаттың бюджеті. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайын. Бар ма сұрақ? Жоқ болса, отыра берді ойнаған бұғырдылық. 12-ші сұрақ. Біз енді өткенде әріптестер соңғы сессияда 26 қараша күні шешім шығарғанбыз. Білім саласын 2 сұрақ бізге тексеріп беріңіздер деп. 26 желтоқсанға дейін уақыт бергенбіз. Сессияның шешімі бар. Значит, бүйірде енді 2 сұрақ, бірінші сұрақ беріп отқан білім сапасы, 2-ші сұрақ қаржы мәселесі. Қаржы мәселесін биыл тексеріп үлгермейді, репкомиссия. Сол ертең сессияға біз 26 жылға, 26 жылы кіргіземіз. Біз сессияның шешімін шығарайық. Қолдайсыздар ма? Кіргіземіз. Қай уақыттан бастап кіргізесіз? Бірінші квартал. Бірінші кварталда 26 жыл, бірінші кварталда. Жақсы. Енді білім сапасын беріп отқан. Қазір жұмыс жасалып жатыр, ол мәселе бойынша енді заңды түрлері бар. Сол заңға сәйкес болу үшін оны да қазір заңдастырамыз. Қаржы жағын келесі жылға қалдырып отырмыз. Бірінші кварталда, февраль ақпан айында ревкомиссия кіріп тексереді. Берді. Біз өз кемшіліктерімізді білейік.
ешқандай қайда бізде маман емеспін. Мен экономист емес, маман емеспін. Сол себептен бұл кісілердің жұмысы үйретіп, білдіріп, қай жерде біздің кемшілігіміз бар, қай жерде біз дұрыс жоспарлап отқан жоқпыз. Неге осындай деңгейге жетіп, соны көзіміз ашып берсін. Ешкімнің артына түсіп, біреудің обалына қалатын мен жағдайымыз жоқ. Түсіндіңіздер ме? Енді білім сапасы, ол басқа мәселе. Өкінішке орай, білім сапасы облысымыздың деңгейі, облысымызда деңгейі өте мақтанатын емес. Сол себептен жаңағы департамент дейміз ғой, качество контроль. Оларда келесі жылы, биыл емес, келесі жылы январьда жылдың басынан бастап жұмыстарын оларды тексеріске кіреді. Біз қазір оны фактін дайындаймыз, бүкіл заңды жағын қарадық. Тегін экономист солай ғой? Келісесіз ғой? Мен прокуратурамен болдық. Прокуратурамен сөйлестік, консультация алдық. Сол себептен ол жұмысты аяғына дейін жеткіземіз. Басы бастадық па, бірақ аяғына дейін жеткізу біздің міндетіміз. Сұрақтарыңыз жоқ болса, бүгінгі тұрақты комиссияның күн тәртібіне енгізген бүкіл мәселелер қаралды. Ертең сағат 11-де биылдыққа соңғы сессиямыз. Қалмай кешікпей келіңіздер. Рахмет сіздерге. Маған сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса рахмет. Рахмет.